Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің филология бөлімінің 3-ші курс студенті Раут Карина. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалай ойлайсыздар, бұл суреттерді не байланыстырып тұр? Суреттерге қараған сәтте ойларыңызға не келді? Әрине, бұл отырар кітапханасы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы отырар кітапханасы. Оқу мақсаты: мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Ең алдымен берілген сілтеме бойынша бейнебаянды тамашала. Елестету көрінісі әдісі арқылы қалаған кітапхананың суретін салып көр. Енді бірінші тапсырмаға көшейік. Мәтінді оқып, негізгі ойды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыр. Оқулықтың 165-ші бетін аш. Осы тапсырманың дескрипторы: мәтінді оқиды 1 опай, сұрақтар құрастырады 1 опай, барлығы 2 опай. Балақай, бұл тапсырманы орындау үшін саған 10 минут уақыт беріледі. Асықпай сұрақтарды жүйелі түрде құрастыр. Жарайсың, жасаған жұмыс бойынша өз-өзіңді бағдаршам әдісі арқылы бағала. Қызыл түс: тапсырма орындау барысында көп қателесіп қиналдым. Сары түс: тапсырма орындау барысында түсінбеген тұстарым болды. Жасыл түс: тапсырма мен үшін жеңіл әрі пайдалы болды. Таңдаған түсінді дәптердің шетіне салып қой. Екінші тапсырма: оқылым материалдары негізінде отырар кітапханасы жайлы естеулерді қатыстырып, жинақы мәтін жаз. Осы тапсырманың дескрипторы: мәтін жазады 1 опай, естеулерді қатыстырады 1 опай, барлығы 2 опай. Балақай, бұл тапсырманы орындау үшін саған 10 минут уақыт беріледі. Асықпай мәтінді жүйелі түрде құрастыр. Естеулер жайлы ұмытып кетпе. Жарайсың, орындаған тапсырма бойынша өз жұмысыңды құлпынай әдісі арқылы бағалап көр. Піспеген құлпынай: тапсырма мен үшін өте күрделі болды. Жартылай піскен құлпынай: тапсырма орындау барысында қателіктер жібердім. Толық піскен құлпынай: тапсырма жеңіл әрі қызықты болды. Үшінші тапсырма: естеулерді қатыстырып, ерте замандағы кітапханалар жайлы шағын мәтін жаз. Осы тапсырманың дескрипторы: мәтін жазады 1 опай, естеулерді қатыстырады 1 опай, барлығы 2 опай. Балақай, бұл тапсырманы орындау үшін саған 10 минут уақыт беріледі. Асықпай тапсырманы жүйелі түрде орында. Мәлімет аз болса, ғаламтор желісін қолдануға рұқсат етіледі. Өз жұмысыңды смайликтер әдісі арқылы бағала. Таңдаған смайликті дәптердің шетіне салып қой. Мінекей, біздің сабағымыз өз мәресіне де жетіп қалды. Үй жұмысын жазып ал. Өзің тұратын елді мекендегі кітапхана жайлы шағын мәтін жаз. Мәтін көлемі 80 сөзден аспасын. Бүгінгі сабағымызды қорыту мақсатында кері байланыс жүргізейік. Дәптеріне түсіндім, түсінбедім, түсінгім келеді кестесін сызып толтыр.